Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда сазаннан дайындалатын осындай тағам міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасау жолы қиын емес, өте тез дайындалады. Ең алдымен сазанды жуып тазалап аламыз. Осылай кесіп, жақсылап тұздау қажет. Қалағаныңызша кез келген бұрыштың түрлерін қоссаңыз болады. Мен қара бұрыш септім және оны жақсылап жан-жағына жағып шықтым. Менде балыққа арналған приправа, паприка және чеснок. Осының барлығын араластырамын да жақсылап жағып шығамын. Үстіне және де балықты кері аударып, астына да қайтадан жағу керек. Противеньді де майлап қою қажет, оны көрсетіп ұмытып кетіппін. Сол себепті қазір көрсетіп отырмын. Және де лимон, міндетті түрде лимон өте керемет дәм береді. Және де етті жұмсартады. Лимонды үстіне және ортасына жақсылап сеуіп шығу қажет. Одан кейін лимонды кесіп осылай жасаймыз. Маған қажет болады 5 картошка, 1 пияз және морковь. Пиязды полукөл сығып тураймын. Менің картошкам алдыңғы жылдығы болғандықтан мен ұсақ қып тураймын, себебі духовкада өте ұзақ пісетін болады, егер қалың қып турасам. Егер сізде свежий болса, онда үлкен-үлкен қып турасаңыз әдемі көрінеді. Және сәбіз тураймын. Барлығын бір ыдысқа жинаймын. Одан кейін чеснок, картопқа арналған приправа және де паприка және қара бұрыш. Аз ғана сұйық май қосып шығамын. Тұз, міндетті түрде ұмытып кетпеңіз, және араластырамын. Балықтың жан-жағына осының барлығын қойып шығамыз. Духовкада 200 градуста пісіремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тез дайындалады және өте дәмді шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.